Барлығыңызға сәлем. Медовый крылышки жасаймыз. Оны духовкада пісіреміз. Кеттік, бірге пісірейік. Қараңыздар, мынаны үшке бөлем. Мына құйрығын алып тастаймын. Мына жерден бөлем, мына жерден бөлем. Сонда жеуге удобно. Солай істеңіздер. Осылай үшке бөлеміз. Ең кішкентай жағын мусорға лақтырамыз, ол бізге керек емес. Қазір тұз, бұрыш, бал үшеуін қосып, сықитып араластырасыздар. Мен дейтін көз қалай айтсам екен, өлшеп салмаймын тұз бен бұрышты. Примерно дәміне қарай осылай жақсы болады ау деп көзбен салам. Сіздерге бір лайфхак айтып кетейін. Мен деген мына мётым, қараңыздар, қатты болып тұр, иә. Ал мен оны негізінде кей кезде бір кесеге салып, оны ертіп алам. Сонда сұйық мётты жаққанда, осылай оны араластырғанда өте оңай араластырылады. Ал мына кезде кішкене ұзақ уақыт кетеді, себебі ана мёт барлық крылышкиға жағылуы керек. Мен деген осылай қонаққа өзім үнемі осылай дайындаймын. Ешқашан майға қуырып пісірмеймін. Бұл әрі пайдалы, әрі көп зияны жоқ деп ойлаймын. Сондықтан да сіздер де міндетті түрде духовкаға дайындаңыздар осылай. Осыны 30 минутқа маринадтауға қойып қоямыз, бетін жауып. Араластырып болғаннан кейін шамамен бір 30-40 минуттай қойып қойыңыздар. Негізде неше сағат тұрса да ол ұзақ тұрғаны жақсы, себебі күшті сіну керек та крылышкиға мына мёттың барлығы. Сол уақыт өткеннен кейін осылай қыздырылып тұрған духовкаға міндетті түрде 30 минут, 40 минут қып-қызыл болғанша пісіріп аламыз. Қараңыздар, піскенде әп-әдемі болып шығады. Енді былай эстетичный емес шығар, но все равно күшті қоп-қоңыр болып, қып-қызыл деп айтам, қалай айтады. В общем, қоп-қоңыр болып шығады. Бұл ол неғұрлым қатты қызыл болса, ол соғұрлым күшті болады да жегенде. Мен негізі мынаны кішкене күйдіріп алыппын, бірақ ничего. Крылышки 30 минутта пісіп шықты. Осы тарелканың жанына, мына крылышкенің жанына бір нәрсе салуға болады. Обязательно осындай дайындап көріңіздер, өте дәмді шығады. Если какой-то бір ойларыңыз болса, комментарийға жазып кетіңіздер, менің каналыма подписаться етіңіздер, и міндетті түрде дайындап, ұнаса келесі бір адамға рецепті жіберсеңіздер болады. Бәріңізге рахмет.